Армысыздар менің көрермендерім. Мен өзім бұрын соңды газетке мақала жазып көрмеппін. Сіздерден ақыл кеңес мақтау мен даттау сұрамаймын. Ұнап жатса оқып шықсаңыз болғаны. Өздеріңіздің бастарыңыздан өткен шытырман оқиғаларды оқып, өзімнің де өмір белгісімнен сыр бөліскім келеді. Мен табиғатымнан тұрақты жанмын. Алғашқы да соңғы да махаббатым сол ғана деп өмір сүріп келемін. Жасым 24-те, әлі жаспын. Бірақ мен 9-шы сыныптан дос болып келе жатқан махаббатым күндердің бір күнінде мені бас тартты. Ол оқиға былай болған еді. Екеуміз ауылдан мектепті бітіріп, бір факультетке жоғары оқу орнына түстік. Жылы бір айдан соң үйленеміз деп шештік. Ата-аналарымыз да бұл шешімге қатты қуанды. Бізге көп адамдар қызға қарайтын. Сөйтіп жүргенде ол маған бір жапырақ қағаз ғана қалдырып кетіп қалды. Ата-анамыз ауылдың жерде тұратындықтан еш нәрсе түсінбедім. Ол қатты: жаным, мен сені сүйемін, бірақ бұдан әрі бірге бола алмаймыз. Себебін сұрама, мен сені ешқашан бақытты ете алмаймын. Мен шын сүйсең, өзіңе басқа серік ізде, бір жақсы адамға тұрмысқа шық, сен бақытқа лайық жансың. Екеуміз өткізген күндер менің ең жарқын күндерім боп қалады. Әрқашан тілекшімін. Хош бол, Саят деп қана жазыпты. Мен ол кезде тойдың қамымен Алматы жаққа барып келген едім. Бірден ұялы телефонына хабарласып едім, сөндірулі. Аға жеңгесіне хабарласып ешқандай жауап ала алмадым. Бәрі ол қыдырып кетті дейді. Достары да ештеңе айтпады. Ешкім еш нәрсе білмейді. Мүмкін басқа біреуге үйленейін деп жүрген шығар. Біреу одан жүкті боп қалды ма дегенде неше түрлі ойлар да келе басыма. Не болса да себебін түсіндірмей кетіп қалғаны жаныма батты. Сөйтіп бір-екі жұмадай уақыт өткенде ата-анасымен сөйлесуге ауылға бардым. Әкесі онымен бірге кетіпті. 11 жыл бойы сабақ берген ұстазым болғандықтан анасымен еркін сөйлесетін едім. Анасы көзіне бірден жас алды. Мен сол кезде бірдеме болғанын сездім. Ол бір ай бұрын өзінің қатерлі дертке шалдыққанын біліп, Мәскеудегі жақсы емханасына кезекке тұрып, уақытты келіп, сол жаққа әкесімен бірге ұшып кетіпті. Маған ештеме айтпауларын өтініпті. Мен бұл хабарды естігенде көзімнен жас та шықпай қатып қалдым. Маған өмір бойы бітіп қалғандай болып көрінді. Үйге келіп 3 күн ешкімнен сөйлеспей, тамақ та ішкен жоқпын. Содан ата-анам ақылдаса келіп маған Мәскеуге билет алып берді. 2 күннен соң Мәскеуге ұшып кеттім. Әуежайдан өзі күтіп алды. Түрін көргенде шошып кеттім. Құр сүйегі ғана қалыпты. Екеуміз үнсіз құшақтасып ұзақ тұрдық. Ештеңені сұрамай, екеуміз тек өткен қызықтарды еске алдық. Түнгі қалада көп қыдырдық. Бірақ ол операциясының уақытына жетпей, менің тіземе басын қойып, сүйгенім мәңгі ұйқыға кетті. Мен оның әкесі қасымда болмағанда жынданып кетуші едім. Оны ауылға әкеліп жерледік. Қызылға бітірейін деп тұрған оқуым да бәрі жайына қалды. Бір айдай қабір басына барып тұрдым. Қасымда өзіне бірдеме жасап қоймасын деп апам бірге жүрді. Осылайша 3 айдай уақыт өткенде өзімнің аяғым ауыр екенін білдім. Оған қуанбасам жылаған жоқпын. Оның ата-анасы естігенде қатты қуанды. Ол үйінде жалғыз ұл болатын. Содан бері 2 жыл уақыт өтті. Кішкентай сұлтаным жүгіріп жүр. Ата-анасы мен әжесі ауылдан көп иіскеп кетеді. Атасының атына жаздырдым. Биыл жазда қабір басына барып Құран оқытқым келеді. Анасы бірден: балам, жалғыздың Құдайға ғана жарасқан. Сен ештеңеге міндетті емессің. Болашағыңды ойла, керек десең сұлтанды біз ала тұрайық. Тұрмыс құр, батамызды береміз деді. Мен жалғыз емеспін, балам бар, сол үшін өмір сүремін дедім. Менің қазір өмірге деген көзқарасым мүлдем өзгерген. Ұлымды әкесі сияқты адал ел азамат қылып өсіргім келеді. Өзі де әкесінен аумайды. Қазір қалада тұрып жатырмыз.
Қызыл дипломды да алдым. Жақсы жерде жұмыс істеймін. Ата-анам мені оның ата-анасының арқасында аяғымнан тік тұрдым. Бірақ өмірге деген өкпем баршылық. Алды тұрмыс құру деген жоспарым жоқ. Менің басымнан өткен қайғыны еш адам басына бермесін екен деп тілеймін. Ал мен саятымның жарқын бейнесін кеудеме басым сұлтаным арқылы алға басып жүре беремін. Менің басымнан өткен қайғыны еш адам баласына бермесе екен деймін. Құрметті көрермендер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.